Паркте балаларды таппай қалдық. Біз отырған жерге жақын жерде горкалар бар тұғын, балалар ойнайтын. Сол жерде балалар сырғанап ойнап жүрген, бір қарасақ жоқ, балалар көрінбейді. Сонымен күйеуіміз екеуміз жүгіріп іздедік. Балалардың атын айтып айғайлап іздеп жүрсем, бір аға іздеңіз, срочно іздеңіз дейді ғой. Қайта мен балаларды алыстан бірден байқап танып, сразу қастарына қарай бардым да, сосын ұрыстым олар. Біреуі қайнапамның баласы, біреуі өзімнің балам. Неге алысқа кетерсіңдер деп ұрысып жатырмын ғой мына жерде. Мен ойлап қалдым, біреулер алып кетті екен деп. Мә қатты қорқып кеттім. Енді Алматы деген үлкен қала ғой. Қатты қорқып кеткенім соншалық көзім жас аурап жылап кеттім ғой. Горки паркқа қанша рет келсем де мына жерге келіп көрмеппін. Парктың ішіне кіргеннен кейін оңға қарай осындай жол бар. Сонымен тура до конца жүре берсеңіздер, балалар ойнайтын жер көрінеді. Біз термоковригімізді жайып сол жерге жайғасып алдық. Балалар машинкаға отырам дегесін кассадан билет алдық. Бір машинка құны 800 теңге, ал 2 адамдық машинка 1050 теңге. Менің балам 4 жаста болғандықтан мына машинканы игере алмайды. Сол себептен 2 адамдық машинка алдық. Балама рульді берген едім, өзі айдап мәз болып қуанып қалды. Айтпақшы, машиналардың айдау ұзақтығы жоқ, 2-ақ круг айналасы. Әрі қарай пойызға отырып туннельдің ішіне кірдік. Оны келесі видеоға салатын боламын. Алматының әдемі жерлеріне обзор салатын боламын. Парақшама тіркеліп ал.